Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тіл сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы Олимпиада спорт шыңы. Сабағымыздың оқу мақсатымен танысып болайық. Мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпараттарды анықтау, етістіктің етіс түрлері, салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Оқушылар, мына бейнежүкті тамашалайық. Олимпиада ойындарына қатысты алғашқы археологиялық жаңалықтар 19 ғасырдың аяғында ашылды. Осы кезден адамзат антика дәуіріндегі байрақты бәсеке жайында кәдімгідей ойлана бастады. Бұл мүмкіндікті Франция қоғам қайраткері Пьер де Кубертен жақсы пайдаланған болатын. Бұған дейін салауатты өмір салтын насихаттап келген маман олимпиадалық қозғалыс құра бастады. Кейін халықаралық олимпиада комитетінің бас хатшысы қызметіне келді. Ұйымның алғашқы отырысында жазғы ойындарды олимпиаданың отаны саналатын Афина қаласында өткізу туралы шешім қабылдады. Алайда байрақтан бәсекені ұйымдастыру ойлағандай оңай болмады. Қажетті қаржы жоспарланған көлемнен 3 есе асып түсті. Алғашқы ойындардың сәтті өткендігіне қарамастан 1900 жылы Париж және 1904 жылы Сент-Луис қалаларында өткен екінші және үшінші ойындар сәтсіздікке ұшырады. Себебі халықтың бар назары аталған қалаларда олимпиадалық ойындармен қатар өткізілген дүниежүзілік көрмеде болатын. Ал 1928 жылы бүкіл әлемдік бәсекені Амстердам қаласы қабылдады. Ол кезде олимпиада ойындарына келген спортшылар жазғы демалысқа босаған мектеп ғимараттарына орналастырылды. Ал американдық командалар өз кемелерінде тұрып жатты. Келесі олимпиадалық ойындарда спортшыларға арналған арнайы ағаш үйшіктер салынды. Арзан және жұпыны болса да, спортшылардың өздеріне ғана тиесілі орындар еді. Осының нәтижесінде олимпиада қалашығы дүниеге келді. Кейін халықаралық комитет жазғы ойындарды қабылдаған ел атлеттер үшін осындай жағдай жасау керек деген талап қойды. Бұл талаптар толық орындалған алғашқы байрақты бәсеке 1936 жылы фашистік Германияда болды. Олимпиаданың өткізілуіне $30 миллион бөлінген. Бұл қаражатқа спорттық кешендер ғана емес, сауда орталықтары мен демалыс орындарында салынды. Екінші дүниежүзілік соғыс басталуына орай 2-4 жылдық ішінде олимпиадалық ойындар өткізілмеді. Соғыстан кейінгі жазғы ойындар жартылай қираған Лондон қаласында ұйымдастырылды. Оқушылар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді оқып ат қойыңдар, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Олимпиада ойындары адамзаттың өз ұрпағына қалдырған ұлы мұрасының бірі. Тарихшылардың айтуынша, бұл ойын біздің заманымызға дейінгі 776 жылы гректерде пайда болған. Грекияның оңтүстігінде Олимпия жазығы бар. Онда бүкіл Олимпияны мақтаншы Зевс храмы орналасқан. Бұл мәрмәр сарайдың ішіне әлемнің 7 кереметінің бірі болып саналатын Зевс мүсіні қойылған болатын. Алғашқы ойындар Зевс құдайдың құрметіне 4 жылда бір рет өткізілетін. Бұл ойындарда әскери дайындық, дене шынықтыру өнерін көрсету байқаулары, дәстүрге айналған ақындар мен шешендер айтысы, әртүрлі өнер көрмелері ұйымдастырылған. Олимпиада ойындары кезінде соғыстар тоқтатылып, қасиетті тыныштық орнайтын дәстүр қалыптасқан. 1 айдан 3 айға дейін бүкіл Эллада жерінде қару жұмсауға, ал ойынды тамашалаушыларға қару-жарақпен келуге тыйым салынған. Ол кезде Олимпиада ойындары 5 күн өткізілген. Бағдарламасына жүгіру, күрес, ат жарысы, жүзу, ату, семсерлесу сияқты спорт түрлері кірген. Жарысқа қатысатын атлеттер дәстүр бойынша Зевс мүсінінің алдына келіп, әділ сынға түсетінін айтып ант берген. Төрешілер де жарыс ережесін бұзбауға серт еткен. Жеңімпаздарға зәйтүн ағашының жапырағынан өрілген алқа кигізіліп, құрмет көрсетілген. Оқушылар, бірінші тапсырманы мұқият дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Ендеше екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма оқылымның мәтіні бойынша қарапайым жоспар құрыңдар. Марафон сөзі қайдан шыққан? Марафон сөзі біздің заманымызға дейінгі 490 жылы Грекияның Марафон жазығында гректер мен парсылардың арасында болған соғыстан кейін Филиппидис атты желаяқ Афинаға дейін 24 мильді, яғни 38 километрді жүгіріп өтіп, шаттаныңдар, біз жеңдік деп айғайлайды. Қазіргі марафон қашықтығы 43 километр болып, 1908 жылы белгіленген. Оқушылар, осы мәтін бойынша қарапайым жоспар құрыңыздар. Оқушылар, тілдік бағдарға мұқият назар аударайық. Тура объектіні қажет етпейтін табыс септігіндегі сөзбен тіркеспейтін етістіктер салт етістіктер деп аталады. Мысалы, келеді, барды,
шықты, жүгірді, тығылды, айғайлады. Түрлі қосымшалар жалғау арқылы салт етістіктерді сабақты етістікке немесе сабақты етістіктерді салт етістіктерге айналдыруға болады. Мысалы, шам сөнді, шамды сөндірді, гүл өсті, гүлді өсірді, сабақ айтты, сабақ айтқызды, үй жинады, үй жиналды, кино көрді, кино көрсетілді. Оқушылар тілдік бағдарды мұқият еске сақтаймыз. Оқушылар, келесі орындайтын тапсырмаларыңыз 3-ші тапсырма. Мәтіндерден салт етістіктерді теріп жазыңыздар және оларды сабақты етістікке айналдырыңдар. Бұл тапсырманы мұқият орындады деген ойдамын. Келесі үй тапсырмасына көшейік. Үйге тапсырма, 4-ші тапсырма. Олимпиада сөзіне кластер құрастырыңыздар. Оқушылар, сонымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.